Сәлем, қалдарың қалай? Қыздар, бүгін менің сендерге күшті жаңалығым бар. Бүгін мен сіздермен Корея қыздарының бетінің тазалығы, бетінің ақтығының құпиясымен бөлісетін боламын. Менің таныс қызым қазіргі таңда уақытша жұмыс барысымен Корея мемлекетінде тұрып жатыр. Сол Корея ұлты қыздарының бет күтімін қалау жасау керек екенін секретімен менімен бөлісті. Ал мен оны әрине сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Егер сізге ол ақпарат қызық болса, менен тағы да басқа пайдалы ақпарат білгіңіз келсе, менің каналыма подписка және лайк жасап қойыңыз. Ал қоңыраушаны бассаңыз, мен сізге бөліскен жаңа видеоларды жоғалтып алмайсыз. Ал сіздердің маған деген сұрақтарыңыз болса, астына комментарияға жазып кетіңіз. Мен сізге жауабын видео ретінде түсіретін боламын. Ал рецептпен бөлісейік. Ал қыздар, енді Корея ұлтының қыздарының бетінің ағартып жүрген маскасының, яғни кремінің рецептіне бізге не қажет, соны алдын ала біліп алайық. Ең алдымен бізге қажетті зат ол картоп. Осы картоптың құрамында бетті ағартатын өзінің элементтері бар. Егер сіздің картопыңыздың размері үлкендеу болса, сізге бір дана жеткілікті. Ал егер менікіндей майда болса, мен 1,5 қолданатын боламын. Екінші керек ингредиент ол өте маңызды. Именно осы DAF фирмасын алыңыз. Себебі бұл DAF фирмасында элементтер бар, бетті ағартатын. Осы сусабын бетті ағартуға арналған. Сол себепті осы сусабынды, құрғақ сабынды пайдаланатын боламыз. Және де ең маңызды үшінші элементтардың бірі ол бізде жүгері крахмалы. Жүгері крахмалдың ішіндегі элементтер бетті ағартуға өте тікелей байланысы бар. Үш элементтерді пайдаланатын болсаңыз, бетіңіз Корея ұлтының қыздарындай әппақ, әдемі, бір дақсыз, тез қалпына келетін болады. Бұл пайда болған біздің қазір жасайтын маскамызды, яғни кремімізді күніге таңертең кешке жағып отыруға болады. Ешқандай бетке аллергия, не болмаса қыздыру, не болмаса раздражение зуб дейді ғой, ондай болмайды. Сол себепті міндетті түрде таңертең кешке жағып отыру керек. Жасап қойған банкамызда біз міндетті түрде ол кремді холодильникте сақтасақ болады. Сақтау мерзімі 10 күн. Ал енді кремді жасауға кірісейік. Ең алдымен біз картопты тазартып аламыз. Мен уже жуып алдым. Осы кремді жағатын алдында бетімізді әдемілеп, жақсылап, жылы сумен жуып алу керек. Бетімізде крем, сыворотка, майлар болмау керек. Өзіміздің табиғи бетімізге жағамыз. Картопты осылай жақсы тазалап алып, одан кейін барып өткізгіштен өткіземіз. Негізі картошканың құрамында крахмал бар. Сол себепті картошка, яғни картоптың пайдасы бетті ағартуға өте көп. Крахмал бар жердегі заттардың бәрі біздің бетімізге өте пайдалы. Мысалы, крахмал бізде содада бар, крахмал бізде картопта бар, кукурузный крахмал бар. Солардың бәрін өзіңіз жақсы көретін, өзіңіздің білетін рецепттарыңызды араластырып отыратын болсаңыз, бетіңіз құрғақтықтан құтыласыз және ағартасыз. Ал енді біз ашып алған картопымызды алып, өткізгіштен өткіземіз. Майда жағынан өткізген бізге ыңғайлырақ болады, қазір бізге крем жасаған кезде. Ал біз картопты өткізгіштен өткізіп алдық. Енді дайын болған өткізілген картопымызды қайнатуға ыңғайлы осындай ыдысқа саламыз. Ал картопты өзін қайната алмаймыз, сол себепті бізге сүт қажет болады. Сүттің ешқандай бетке зияны жоқ, сол себепті сүтпен араластырамыз. Ал осы біздің дайын болған картоп пен сүтті қызып тұрған плиткаға 10-15 минут әр уақыт араластыру арқылы 15 минут қайнататын боламыз. Ал біздің картопымыз піскенше, біздің сабынымызды өткізгіштен өткізіп, дайындап аламыз. Мейлінше майда көзінен өткізу керек. Сол кезде ол тезірек еритін болады.
сабынымызды біз өткізгіштен майдалап жақсылап өткізіп алдық. Енді дайын болған сабынды жаңағы плиткаға қойған картоп пен сүтке араластырамыз. Ыстық күйінде сабынды салып араластыру қажет. Біздің сабынымыз жақсылап ерігенше. Міндетті түрде сабынды жақсылап ерітіп алуымыз қажет. Ал осы дайын болған біздің немізді міндетті түрде блендерға салып езіп алу керек. Блендер болмаса, онда толчонка дейді ғой, картопты езетін сондаймен, не болмаса сүзгішпен өткізіп алу керек. Бізге мейлінше крем сияқты, ол түйіршігі жоқ, сондай жағдайға жеткізу керек. Сол үшін блендермен жасаған жақсы. Ал блендерға өткізуге дайындайық. Ал блендермен өткізіп алдық, жақсылап майдалап алдық. Ең дайын болған составты, яғни осы массаны біз қайтадан кастрюльға салып бір қайнатып алуымыз керек. Қайнатудан бұрын біз бұған қазір керек тағы да крахмалдарымызды қосып аламыз. Ал ыдысымызға жаңағы блендерден өткізген составты құйдық. Енді бізге бір ас қасық жүгері крахмалы қажет. Крахмалдан кейін, егер үйіңізде лимон болса, лимонның бір шай қасық соғы жеткілікті. Көп пайдаланбаңыз, мүмкін сіздің бетіңізде аллергия бар. Жақсылап араластырып алып, тағы да ыстық отқа, яғни плиткада 10 минут қайнатып аламыз. Әбден жұмсарып, бір келкі крем шыққанша. Ал біз ыстық оттан кремімізді алып шықтық. Оның құрамы осындай біздің күнделікті пайдаланатын кремімізге ұқсады. Яғни осы дайын болған кремімізді өзіміздің қақпағы бар жабуға оңай ыдысқа салып, холодильникта ұстасақ болады. Холодильникта примерно 10-15 күн, 2 аптаға дейін жарамды. Осы сіздің жасаған жаңағы мөлшеріңіз 2 аптаға таңертең және күніне 2 мезгілден жағуға жетеді. Сол себепті міндетті түрде 2 апта ерінбесеңіз 1 ай жағып көріңіз, сол кезде результатқа жетесіз. Уақытыңыз жеткілікті болса жарты сағат ұстаңыз, ал уақытыңыз аз болса 15 минут жеткілікті. Міндетті түрде күніне 2 мезгіл, 2 апта немесе 1 ай көлемінде тоқтатпай жағу керек. Егерде таңертеңгісін жағатын болсаңыз, холодильниктен алған кезде салқын болып тұрады ғой, сол кезде беттегі ісуді де жақсы алдырады. Яғни таңертең қыздар атекате тұрған кезде күшті ісікті отекті алатын болады. Көздің айналасына жақындау қылып жаға беріңіз. Ешқандай зияны жоқ. Бұл сіздің күнделіктегі үйдегі пайдаланатын креміңіздің орнын алмастырады, ылғалдандырады, ағартады, дақтардан құтылуға көмектеседі және табиғи сұлулығын қалпына келтіреді.